Мен 2016 жылдан бері 24 KZ телеарнасының Лондондағы тілшісі, штаттан тыс тілшісі қызметін атқардым. Осы жылдан бастап фрилансерлік қызметімді аяқтап, Бельгияға меншікті тілші болып ауыстым. 24 KZ-тің. Қазір Брюссельде жұмыс істеп жатырмын. Қазақстанда болып жатқан оқиғаларды олар өздерінің ақпарат құралдары арқылы біледі. Шетелдік ақпарат құралдары, мысалға BBC болсын, Британияның The Guardian газеті болсын, олар бізге деген, Қазақстанға деген ондай көп қызығушылығы жоқ. Өйткені оларды көбіне біздің көршілеріміз қызықтырады. Мысалға Ресейде болып жатқан оқиғалар, сосын Қытайда болып жатқан оқиғалар. Енді біз орта держава ретінде көп олардың национал аудиториясына қызық болып есептелмейді. Сондықтан олар көбіне саяси оқиғалар, мысалға қаңтар оқиғасы кезінде ақпараттандырды. Сосын тағы да басқа да бір резонанс тудыратын тақырыптар бойынша көбіне олар жұмыс істейді. Коррупция бойынша сондай сыни материалдар көп береді, олар біз туралы мақтамайды. Мүмкін олар жаңағы табиғаты бойынша материалдар әзірлеуі мүмкін. Мысалы Қазақстандағы әдемі жерлерді, көрнекті жерлерді көрсетіп, сондай бір телевизия тілмен айтқанда бантик дейді ғой, сондай тақырыптарды көрсетуі мүмкін. Бірақ көбіне олар сол сыни тұрғыда көп материалдар береді. Негізі Британияда көп Қазақстан туралы біле бермейді. Қай жақ деп сұрайды. Білетіндер бар, нағыз сол салаға маманданған адамдар. Ал көпшілік олар Қазақстан десе Ауғанстанмен шатастырады. Әлі де ондай бар. Ауғанстан, Пәкістан, сол елдермен стан дегенді естісе шатастырады. Өйткені бұл жақта география ондай қатты оқытылмайды ғой. Таңдау пәніне байланысты. Таңдау пәні болса оқыр еді. Бірақ жоғары кластарда өздеріне керек, болашақта мамандығына керек пәндерді ғана оқиды. Көп адам біле бермейді. Ал Еуропада керісінше, мысалы Брюссельде байқағаным, Қазақстан туралы жақсы біледі екен. Айтсаң бірден танып жатады. Өйткені бізге интервью көшеде мысалға алған кезде таныстырамыз ғой өзімізді. Ол кезде олар қызығып, тіпті өздері жүгіріп келіп мен интервью берейінші деп сұрап жататындар болады. Сондай бір ерекшеліктер бар. Жалпы бұл жақта мемлекеттік телеарна деген жоқ біздегідей. Мемлекеттік телеарна көбіне өзінің мемлекеттік ақпараттық саясатын жүргізеді. Қоғамдық арна дейді ғой. BBC-ге мысалға халық өз қалтасынан төлейді. Телевизор көрген үшін ай сайын ақша төлеп отырады. Газеттерді сатып алады, сайттарда ақылы подпискамен оқиды. Сондықтан бұлар тек жарнаманың есебінен, сосын халықтың донаттарымен күн көреді. Сондықтан оларға ешқандай қысым жүрмейді. Ал олар өздерінің өнімін өткізу үшін, қаралымын көбейту үшін, оқырманын көбейту үшін, олар көбіне сондай сыни материалдармен. Бұл жақтың ерекшелігі сыни ойлауға кішкентайынан бала күнінен үйретеді. Адам ақпаратты естігеннің өзінде, мысалы ешқандай сараптамалық болмасын, кез келген ақпарат тыңдаған кезде ол бірінші сыни ойлау керек, ол жан-жақты ойлау керек. Оған сенбейді бірден. Жан-жақты ақпарат көздерін тыңдайды, әртүрлі сарапшылар тыңдайды, сосын барып ой қорытады. Сондықтан көбіне The Guardian деген өте жақсы сараптамалық газет бар. Онлайн басылымы бар. Сол жақта сарапшыларды жан-жақты ойларын ортаға салған кезде кәдімгі оқырманның өзінің соңғы пікірі қалыптасады. Жалпы енді шетелде білім алған адамдар болса, оны біледі, сол сыни ойлау, critical thinking дейді. Соған көбіне мән береді. Олар жаңағы патриоттық сезімдеріне сүйеніп сәйкес көп мағлұмат, ақпарат беруге тырысады. Мысалға өздерінің мемлекеттік мерекелері бар, мысалға монархия отбасы бар, солардың іс-шараларын, мысалы патша не істеп жатыр, оның енді өзін империя болып санайды ғой, бұрын қанша ел оған бодан болған Ұлыбританияға. Монархия арқылы, король арқылы әлемнің назарын өзіне аударып отыр да. Сол арқылы соны көбірек насихат көрсетеді. Сол арқылы әлемнің түкпір-түкпірінен туристер келеді. Сол отбасын көруге, көрмесе де ғимараттарды көруге, өзінің неше түрлі көрнекті жерлерін аралауға деген сияқты. Көбіне насихат сол жағынан жүреді деп ойлаймын. Мысалға Димаштың жанкүйерлерін алайық.
Димаштың жанкүйерлері өте белсенді Ұлыбританияда. Олар Қазақстанды сол біздің брендіміз жұмсақ күш арқылы өте жақсы танып алған, барлығын біледі, салт дәстүрлерімізді біледі, ұйымдарымыздың қандай кең пейілді, қонақжай екенін біледі. Қазақ тілін үйреніп жүргендер көп, домбыра тартып үйреніп жүргендер көп. Сол арқылы сол материалдар берген кезде жалпы біздің нелерден, комментарийлерден оқимын ғой, ютубтан, басқа да әлеуметтік желілерден, кәдімгідей көрермендердің патриоттық сезімі оянады, өз еліне деген құрметі, мақтаныш сезімі оянады. Сол жағынан сосын біз жетістіктерге жетіп жатсақ, Ұлыбританияда өтіп жатқан неше түрлі сайыстарда жеңіске жетіп жатқан біздің отандастарымызды көрген кезде, біз соны ақпараттандырған кезде де халықтың кәдімгідей мақтаныш сезімі оянып отырады. Сол жағынан айтуға болады. Негізі меніңше ағылшын тілді қазақстандық телеарналарды көбейту керек. Бізде бар Жібек жолы деген, бірақ ол бюджеттік. Енді шетелдік ана Silk Road дейді ма? Аты есімде жоқ. Сол телеканалды, сол сияқты телеканалдарды күшейту керек сияқты. Соған өйткені біз тек өз қазанымызды өзіміз қайнаймыз да, бізде не болып жатқанын шетелдіктер біле бермейді. Оларға орысша көру, қазақша көру түсініксіз бұл тілдер. Ағылшын тілінде көрсе, мысалға, ресейлік Russia Today деген канал бар. Олар енді масқара, олардың енді Ресейдің де несі ауқымы кең, үлкен мемлекет қой, держава. Бізде кем емес, бізде де көрсететін көп дүниелеріміз бар. Солардың бары ағылшын тілінде таратса, мысалы, әлемдік қауымдастық, халық, елдің халқы сол кезде Қазақстанға деген сүйіспеншілігі арта түсе ма деп ойлаймын.